Alamanda tozdurmay giderim, kazak olup tuğmaganda biterim. Kılıçkin mürtülerim mütenim, kasiyetle domburanı kopalmay, doğrultu evretten giderim. Ben kazaktım boyumdaki kan kazak, ben kazaktım. Next volume. Bakıtı men bağına, barşanı men kuvansıgen var kazak. Men kazakpın türüm kazak, tel kazak. Men kazakpın men aytatın jır kazak. Sıyır bolsun, tülü bolsun mın kazak. Sürüngende, bölüngende bir kazak. Kazak olup tuğmaganda ne derim, kalay başka bayraklardı göterim. Şeteberdeyi kazınamdan ayrılır, şet atam dışa kayalmay gelirim. Kazak olup tuğmaganda ne derim, konak şaylı şayın bölmey yeterim. Kımız şubat kazıgarda kurtmaysız, kadır kaşıp karnım aşı göterim. Ben kazakpın boyumdaki kan kazak, ben kazakpın men şırkaytın en kazak. Bir kazaktın bakıtı men bağına, barşanı men kuvansıgen var kazak. Ben kazakpın türüm kazak, tel kazak. Ben kazakpın men aytatın jır kazak. Sıyır bolsun, tülü bolsun mın kazak. Sürüngende, bölüngende bir kazak, bir kazak. Sıyır bolsun, tülü bolsun mın kazak. Sürüngende, bölüngende bir kazak. Ben kazaktım boyumdaki kan kazak, ben kazaktım ben şırkaytın en kazak. Ben kazaktım bakıtı men bağına, barşanı men kuvansıgen var kazak. Ben kazaktım türüm kazak, tel kazak. Ben kazaktım men aytatın jır kazak. Sıyır bolsun, tülü bolsun mın kazak. Sürüngende, bölüngende bir kazak. Ben kazaktım boyumdaki kan kazak, ben kazaktım ben şırkaytın en kazak. Bir kazaktın bakıtı men bağına, barşanı men kuvansıgen var kazak. Ben kazaktım türüm kazak, tel kazak. Ben kazaktım men aytatın jır kazak. Sıyır bolsun, tülü bolsun mın kazak. Sürüngende, bölüngende bir kazak, bir kazak. Sıyır bolsun, tülü bolsun mın kazak. Sürüngende, bölüngende bir kazak. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме?
Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жылқынындай жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемем. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуелетпей кетерем. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Bir қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатым жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қайырлы күн, құрметті республикалық вебинардың спикерлері және қатысушылар. Бүгін Алматы политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушыларының ұйымдастыруымен және Алматы қаласының, Қазақстанның өзге де облыстарының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының арнайы пән оқытушыларының қатысуымен колледж студенттерін даярлау сапасын арттырудың шарты ретінде инновациялық технологияларды қолдану тақырыбында вебинар өткелі отыр. Ендеше конференцияға қош келдіңіздер. Next volume. Ұйымдастырылып отырған шараның басты мақсаты техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту технологиясында педагогтарға интерактивті заманауи технологиялармен бөлісу, тәжірибе алмасу, ынтымақтастықты дамыту. Әріптесім модератор Назерке Камаладинқызына сөз кезегін берсем. Ендеше баяндамашы әріптестерімізді таныстыра кетейік. Назерке, даусыңыз шықпай қалды. Назерке, даусыңыз шықпай қалды сіздің. Назерке, даусыңыз шықпай қалды, сіз өшіп тастаңыз микрофоныңызды. Ендеше баяндамашы әріптестерімізді таныстыра кетейік. Омарбекова Гүлдана Әбдікейқызы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Естіліп тұр ма сіздерге дауысым? Иә, енді естілді. Ендеше баяндамашы әріптестерімізді таныстыра кетейік. Омарбекова Гүлдана Әбдікейқызы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Аминжанов Жаслан Жасболатович, Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Құмарбек Айдана Төлегенқызы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Бадигулов Қанат Мұратович, Талдықорған агротехникалық колледжінің директордың ақпараттық технологиялары жөніндегі орынбасары.
Баймұханова Альфия Болатбекқызы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Шарипов Тұрарбек Нұрлыбекович, Алматы мемлекеттік энергетика және электронды техникалар колледжінің директордың оқу өндірісі жөніндегі орынбасары. Бақытбекова Жансая Бақытбекқызы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Енді конференцияны ашып беру үшін алғы сөз Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің директоры Омарбеков Медет Әсетұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті республикалық конференцияның қатысушылары, спикерлары. Бүгін осы керемет шара өтейін деп отыр. 30 жылдықтың тәуелсіздігіміздің Қазақстанның қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Жалпы конференция мақсаты тәжірибе алмасу. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Өте пайдалы конференция болсын. Уважаемые спикеры, участники сегодняшнего республиканского семинара, конференции, добро пожаловать, рад вас видеть сегодня в Zoom. Это, я думаю, будет очень полезным семинаром, конференцией, потому что у коллег очень много практического опыта. Я знаю, в регионах свои особенности есть. Если они поделятся сегодняшними наработками, и мы тоже поделимся, это будет очень полезно для нас всех. Всем участникам желаю плодотворной работы, желаю всего-всего хорошего. Всем спасибо, увидимся. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет Медет Әсетұлы. Ендеше баяндамашыларға кезек берсек, регламент 7-10 минут. Бірінші баяндамамыз Флиппити интербелсенді әдістерді қолдану тақырыбымен Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Омарбекова Гүлдана Әбдікеқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті республикалық конференцияға қатысушылар, спикерлер. Бүгін біз өте керемет конференцияға қатысып отырмыз. Конференцияның негізгі мақсаты бұл қашықтықтан білім беру мазмұнына сәйкес оқытушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру, Флиппити онлайн платформасымен таныстыру. Флиппити бұл веб-сервис. Оның көмегімен сіз өзіңіздің сабағыңызға арналған әртүрлі интерактивті жаттығулар жиынтығын жасай аласыз. Бұл веб-сервисте жұмыс істеу үшін сізге Google аккаунт ашып, осы Google-ге тіркелу қажет. Және де Флиппитиде сіз көптеген жаттығулар жасай аласыз. Оның ішінде флеш-карталар, кездейсоқ атауды таңдау, яғни топтарды құру үшін, орфографияны тексеру, кроссворд құрастыру, сөздерді іздеу, бинго, прогресс көрсеткіші, скрембл деген тапсырмаларды құрастыруымызға болады. Ал енді осыны мен сіздерге сайтты ашу арқылы көрсетейін. Ол үшін flippity.net сайтына кіреміз, сілтемесі арқылы. Сол сілтемеде сіздерде мінекей көрініп тұр ма? Осындай жұмыс парағы ашылады. Осы жерде бағана айтып өткенде мінекей флеш-карталарды, рандомный осындай бинго деген сияқты тапсырмаларды орындауымызға болады. Ал енді скремблді құрастырып көрейік. Скрембл дегеніміз мінекей осы жерде тұр. Осының астына шаблон, демонстрация, инструкция дейді. Егер де скремблді тапсырманы құруды білмесеңіздер, инструкцияны бассаңыздар, сіздерде қалай құру қажет екенін көрсетіледі. Ал осы тапсырманы құрастыру үшін біз шаблон деген батырманы басамыз. Осы жерде бірден Google кестеге бізге сілтеме жіберіледі. Ары қарай создать копию. Мінекей, осы жерде сіздер, яғни өздеріңіздің сабақтарыңызда белгілі бір тақырыпты ашу үшін, бүгінгі сабақтың тақырыбын білу үшін қолдансаңыздар болады. Мысалы, бұл жерде енді кинодағы актерлардың аталары берілген. Осыны өшіріп, өзіміздің сабағымызға байланысты сөздерді енгізейік. Мысалы, сайт дейміз, лейдинг дейік, функция.
гипермәтін деген сияқты сөздерді енгізсек болады. Және де өзіміздің тақырыбымыздың атауын енгізейік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мысалы сайт құрылымын құру болсын. Осылай өзіңізге қажетті сөздерді енгізесіздер, ары қарай файл дегенді басамыз. Осы жерде бізге интернетке шығару қажет. Келесі опубликовать батырмасы тағы да бізде Google диск сұрайды. Яғни сіз осы фрагментті интернетке шығарғыңыз келеді ме деп біз окей батырмасын басамыз. Ссылка беріледі. Осы сілтемені көшіріп алып, тағы да новый вкладкаға енгізейік. Мінекей, бізде копия флиппити ашылды. Осы жерде get the link here-ны басамыз. Ары қарай бізге флиппити бізге қажетті мәліметтерді экранға шығарып береді. Мінекей, біз бұл жерде терминдерді, сөздерді енгіздік, оны шатастырылған әріптер түрінде экранға шығарып берді. Енді осыны біз студенттерге осы демонстрация экраны жасау арқылы көрсетіп, жұмыс істей аламыз. Бұл жерде сіздер тағы қайталап айтып өтетін болсам, өздеріңіздің сабақтарыңыздың тақырыбын ашу мақсатында қолдансаңыздар болады. Бұл жерде егерде шығарылған әріптерді тағы да қайта шатастырып шығарғыңыз келсе, осы обновить батырмасын басасыздар, ал дұрыс жауабын білу үшін мына кілттік белгіні бассаңыздар, бізге дұрыс жауабын экранға шығарып береді. Немесе дәстүрлі оқытуда сіздер қағазға шығару үшін печать батырмасын бассаңыздар, өзіңізге қажетті осы тапсырманы жүктеп шығарып алсаңыздар болады. Сонымен қатар, осы онлайн оқытуда бізге қажетті интербәсенді әдістерді менің YouTube каналымнан да көре аласыздар. Бұл жерде арнайы осы интерактивті оқыту әдістері бойынша тағы да Life Worksheets, осы флиппити, жаңағы біз өзіміз қолданып жүрген Google форманы да көрсеңіздер болады. Және де Google формада тағы да тест өтіп, сертификат алу мүмкіндігі бойынша плейлисттерді мен өзімнің жеке YouTube каналыма жүктеп қойған болатынмын. Сіздер осы басқа да платформаларда менің YouTube каналымнан көрсеңіздер болады. Және де флиппити онлайн платформасы өзіміздің сабағымызда қолдануда өте ыңғайлы веб-ресурс болып табылады. Сіздерде осы бойынша сұрақтар бар ма? Флиппити платформасы бойынша. Құрметті Гүлдана Әбдікейқызы, менің ойымша сұрақ-жауап деген қазір бір өзі айдар болады, ең соңында сол кезде сұрақтарын жіберсе, болмаса осындағы Zoom-ға жазып жіберсе. Жақсы. Рахмет, Гүлдана Әбдікейқызы. Келесі баяндамашы веб-квесттерді білім беруде қолдану тақырыбында Еңбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Аминжанов Жаслан Жасболатовичке беріледі. Жаслан, Аза. Сәлеметсіздер ме тағы да? Қазір экранды қосып алайын. Әріптестер, бүгінгі менің қорғайтын, яғни көрсетіп, жалпы өзім Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінде арнайы пәндер оқытушысы қызметін атқарамын. Жалпы веб-квест дегеніміз ол Жаслан Жасболатұлы, сіздің даусыңыз естілмей тұр. Техникалық ақауларға байланысты Жаслан Жасболатұлының даусын естімей тұрмыз. Қазір артынан айта жатар, онда келесі сөз кезегін біз WordWell интерактивті тапсырма құру сервисі тақырыбында Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Құмарбек Айданаға берсек. Қайырлы күн, республикалық конференцияға қатысушылар мен спикерлер. Бүгін сіздермен бөлісетін тақырыбым WordWell интерактивті тапсырма құру сервисі болып табылады.
Негізгі мақсаты оқу процесін студенттер үшін қызықты, динамикалық және заманауи ету мақсатында педагогтарға интерактивті WordWell дидактикалық ойын үлгілерінің жиынтығымен таныстыру болып табылады. Ең алдымен сіздерге wordwell.net сайты арқылы кіріп, өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы тіркелу қажет. Ол үшін қазіргі таңда менің Google аккаунтым арқылы кіріліп тұр. Google аккаунт арқылы кіргеннен кейін сіздерге осы онлайн ресурс ашылатын болады. Бұл студенттердің сабаққа деген қызығушылықтарын оятуға өте көптеген мүмкіндіктері бар. Яғни төмен қарай жүрсеңіздер, мысалы викторина, случайное колесо, случайные карты, анаграмма, сортировка группы, міне осылардың барлығын, мысалы, біреуін таңдап көрсетсем, көріп отырғандарыңыздай басқа да оқытушылардың жасалған жұмыстары да ашылады. Соларды да қолдансаңыздар болады. Немесе создать учебное задание арқылы өзіңіздің интерактивті ойыныңызды құруға болады. Мен қазір біреуін мысалы ретінде сіздерге жасап көрсетейін. Яғни сортировка группы дегенді таңдаймыз. Атын компьютерлік құрылғылар, және де көріп тұрғандарыңыздай бірінші группаға біз монитор деп ат берсек болады. Екінші группаға принтер. Және де астында добавить группу батырмасы арқылы үшінші группаны ашсаңыз болады. Ол жерге біз клавиатура деп жазсақ болады. Міне осылай үш топты ашып аламыз. Әрі қарай суретті таңдау батырмасы арқылы монитор деп жазсақ, интернеттен бізге көптеген монитордың суреттерін көрсететін болады. Біреуін таңдап, добавить элемент арқылы екінші суретті таңдасақ болады, дәл солай. Ал принтер деп жазсақ, көптеген суреттерді шығарып береді. Мысалы, біріншісі добавить элемент. Міне екіншісі. Және клавиатураға сәйкес суретті таңдасақ болады. Әрі қарай выполнено дегенді басамыз. Автоматты түрде жасаған интерактивті ойынымыз ашылады. Мои учебные заданияның ішіне кіріп қарасаңыздар да, бұл интерактивті ойын сақталады. Яғни поделиться батырмасы арқылы сіздер задать назначение, яғни студенттерге сілтемесін жіберуге болады. Яғни введите имя, немесе таблица лидеров барлығын қойып, начальный басасыздар. Және осы сілтемені студенттерге жіберуге болады. Бұл интерактивті ойынның бір артықшылығы, мысалы, бір ғана ойынды құрастырмайсыздар. Мысалы, осылай сәйкестендіріп қоясыздар. Бір ғана интерактивті ойын арқылы бірнеше форматтарын қолдануға болады. Мысалы, викторина. Қарасаңыздар, өзінің форматтары ауысып тұрады. Мысалы, осы сурет арқылы клавиатураны таңдаймыз. Және де показать все деген батырманы бассаңыз, случайное колесо деген таңдауға болады. Экранды үлкейтіп көруге де болады. Зумда балалармен отырған кезде, мысалы, раскрутить деп басамыз.
және де сұрақ арқылы қойсаңыздар болады, экранда қандай сурет көрсетілген деп. Устранить дегенді бастаңыз, жауап берген сұрақ алынып, басқасы ойнатылатын болады. Осындай көптеген мүмкіншіліктері бар. Ал студенттер бағанағы сілтеме арқылы өздерінің тапсырмаларын орындаған жағдайда мои результаты батырмасына кірсеңіздер, міне, сіздің құрған интерактивті ойыныңыз ашылады. Таңдайсыздар да астыңғы жағына түскен кезде, міне, қай студент қалай жауап берді, правильно, неправильно екен көрсетіледі. Мына жерде аты, жөні, балы және қай уақытта тапсырғаны барлығы сізге көрінетін болады. Бұл өте қарапайым ресурстардың бірі болып табылады, және қорытындылай келгенде айтатын сөзім, қашықтықтан оқытуда ғана емес, яғни дәстүрлі оқыту барысында да бұны қолданған тиімді және қызықты деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет Айдана Төлегенқызы. Келесі баяндамашымыз оқу үдерісіндегі слайд-док бағдарламасының мүмкіндіктерін пайдалану тақырыбымен Талдықорған агротехникалық колледжінің директордың ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары Бадикулов Қанат Мұратовичке беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жалпы мына қазіргі таңда біз студенттермен жұмыс істеу барысында студенттерге әртүрлі форматтағы ақпараттарды береміз. Көп жағдайда бір слайд түрінде болуы мүмкін, Power, жаңағы PDF формат, немесе жаңағы алдындағы әріптестер айтып өткендей әртүрлі сайттардағы құралған тапсырмалар, немесе видео, сурет түріндегі тапсырмалар болуы мүмкін. Енді осы тапсырмалардың барлығын біз студенттерге берген кезде бұл былайша берілетін материалдың бір тұтастығы сақталмайды. Өйткені бір слайдта мысалы ортасында шығып, келесі видеоны көрсетіп, одан кейін бір сурет көрсетіп, қайтадан слайдқа қайту керек деген сияқты. Сондықтан осындай жағдайды қалай шығуға болады, қандай шешім қолданса болады. Енді слайд-док деген бағдарлама, қазір мен көрсеткім келген. Бұл жерде енді слайд-док деген бағдарлама, бұл енді негізгі мүмкіндіктерін айта кетейін. Негізі бұл жерде әртүрлі форматтағы материалдарды біріктіріп, бір файл түрінде қолдануға болады. Яғни сіздер өздеріңіздің сабақтарыңыздың жоспары бойынша берілетін материалдарды осы жерден бірінен кейін бірін тізбектеп қойсаңыздар, кейін сабақ барысында сіздер барлығын осы слайд-доктың ішінде көрсете бересіздер. Яғни сіздер егер Word болсын, жаңағы YouTube-тағы видеолар болсын, немесе видеоның өзі болсын, сурет болсын, барлығы осы слайд-доктың ішінде бір файл ретінде жүре береді. Одан кейін келесі мүмкіншілігі жаңағы әртүрлі форматтағы файлдарды салу, YouTube-тан видеолар салу, сайттар, немесе тіпті стримнің сілтемелерін салсаңыздар болады. Одан кейін келесі веб-пульт функциясы, енді бұл функция кемшілігіне келгенде айта кетемін. Сіз өзіңіздің презентацияңызды телефон немесе смартфон арқылы басқарып жүре аласыз. Бұл енді үлкен аудиторияларда презентация жасағанда қолайлы. Яғни сізге компьютердің қасында отырып, немесе компьютерге бөлек бір адамды отырғызып қоюдың қажеті жоқ. Сіз өзіңіз планшет немесе телефон арқылы, веб-интерфейс арқылы өзіңіздің презентацияңызды жүргізе бересіз. Одан кейінгісі live sharing деген функция. Бұл функция осы слайдты интернеттен бірден 100 адамға дейін көруге мүмкіндік береді. Яғни сіз бұл презентацияларыңызды міндетті түрде проектор арқылы емес, тіпті сайт арқылы онлайн режимде де көрсете аласыз. Одан кейін бұл жерде жаңағы групповой чат дейміз ғой, чат бар. Қолданушылар, қатысушылар сол жерде өзара пікір алмаса алады. Одан кейін келесі бір функциясы, көрермендер сіздің слайдты өздері ары қарай листать етіп көре алады. Яғни бұл спикердің слайдынан бөлек параллельді түрде жүріп отырады. Яғни қатысушылар сіздің слайдты сізге ешқандай кедергі келтірместен өз беттерімен көре алады. Енді программаның артықшылықтарына келсек, программаның ең бірінші артықшылығы бұл қарапайым интерфейс. Бұл жерде артық ештеңке жоқ, барлығы түсінікті. Екінші артықшылығы жаңағы функцияларының көптігі, және негізгі артықшылығы, яғни өзінің мақсаты әртүрлі форматтағы файлдарды бір жерге жинап, бір жерден көру. Енді кемшіліктері, ең бірінші кемшілігі слайд-док бағдарламасы тек қана Windows операциялық жүйесіне арналған.
Одан кейін екіншісі құрылған презентацияның ретін өзгерту мүмкін емес, яғни презентацияны демонстрацияға жібермей тұрып ретін реттеп алу керек. Және ең үлкен кемшілігі тегін версиясында көптеген функциялар істелмейді. Яғни бұл программаның мүмкіндігін толық қолдану үшін бізге бұның ақылы про версиясы керек. Енді программамен жұмыс істеудің ешқандай бір алып барған қиыншылығы жоқ. Мысалы, астында тұр өзі файлдарды қосу бөлімі. Осы жерден edit item басса, мына жерден міне жаңағы веб-пейдж, сайттар, YouTube немесе стримдарды қоя аламыз. Немесе from disk, яғни өзіміздің компьютерден керекті мәліметтерді, яғни керекті файлдарды таңдай аламыз. Мысалға, қазір 4 түрлі форматтағы файлдар салды, яғни сурет, видео, вордовский документ және де презентация. Жаңағы файлды өзгерте алмайды дегеніміз мына жерден шығады. Егер де қазір біз мына жерден кейбір файлдардың орындарын ауыстыра аламыз. Ал егер де біз осы программаны қазір запускқа жіберсек, онда біз ол жерден ештеңе өзгерте алмаймыз. Енді файлдар таңдағаннан кейін Start Show батырмасын басамыз. Программа өз кішкене загрузка жүреді, инициализация. Енді қараңыздар, қазір мен мысалға осы жерден өзімнің материалдарымды сіздерге көрсетейін. Мысалға міне бірінші біз PowerPoint-қа кірдік. Слайдтарымызды осы жерден листать етіп көрсете аламыз. Одан кейін келесі видеоға ауыссақ болады. Немесе Word құжатының. Және келесі мысалға сурет. Яғни біз қазіргі жағдайда әртүрлі файлдарды барлығын бір жерден көріп отырмыз. Яғни бізге бір файлдан бір файлға өту үшін біреуін жауып, немесе біреуін свернуть етіп, екіншісіне өтіп деген сияқты ешқандай операцияларды орындаудың қажеті жоқ. Біз барлығын бір жерден көріп отырамыз. Ал егер де ақылы версиясы болса, онда тіпті YouTube-дағы видео, жаңағы алдымдағы немесе қазір менен көрсеткен әріптестердің көрсеткен әртүрлі сайттардағы мүмкіндіктер, жаңағы викторина болсын, сұрақ жаңағы learning apps деген сияқты, немесе Kahoot, солардың барлығын осы бір жерге жинап, бір жерден көре берсек те болады. Яғни бір жерден басқарып, сабақта берілетін материалдың бір ізділігін бұзбай. Жалпы менің көрсеткім келгені осы. Егер сұрақтарыңыз болса, қазір айтты, конференцияның соңында сұрақ кезінде сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Жауап беруге дайынмын. Рахмет, Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Қанат Мұратұлы. Келесі баяндамашы скриншот түрлері және мүмкіндіктері тақырыбымен Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Баймұханова Альфия Болатбекқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті республикалық конференцияға қатысушылар мен спикерлер. Менің бүгінгі сіздермен ой бөлісетін тақырыбым скриншот түрлері мен мүмкіндіктері. Негізгі мақсаттардың бірі қазіргі таңда көптеген оқытушылар мен студенттер пернетақтадағы принтскрин батырмасын пайдаланып, оны кемшіліктердің бірі принтке салып, керек емес бөлігін қиып тастап, суреттердің көлемін кішірейтіп, содан кейін қажетті форматын сақтау қажет болады. Ал бүгін мен сіздерге скриншоттың көптеген мүмкіндіктерін айтып өткім келеді. Оның ішінде ең бірінші бағдарлама ол Lightshot. Lightshot бұл скриншотты түсіруге арналған сенімді бағдарлама. Оның қарапайымдылығы мен ресурстардың минималды сұранысының арқасында утилития пайдаланушылар арасында тұрақты сұранысқа ие. Алынған скриншотты әлеуметтік желілерге орналастыру немесе электрондық почтаға жіберу өте оңай. Lightshot-тың негізгі артықшылықтары: экранның қажетті бөлігін таңдау, орнату файлының жеңіл салмағы, скриншотқа сілтеме жасау, суретті әртүрлі форматта сақтау мүмкіндіктері, бағдарламаның серверін суретті жүктеу мүмкіндіктері бар, және де скриншотты өңдеуге арналған стандартты құралдар жиынтығын қолдануға болады. Lightshot ең жылдам және ыңғайлы тәсілдің түрі болып табылады. Яғни сіздерде көрсетіліп тұрған бұл саймандар панелі.
Және де лайтшоудың осы экранда мүмкіндіктерін пайдалану үшін біз пернетақтадағы print screen батырмасын басып, өзіміздің экрандағы керекті бөлігімізді кесіп сақтай аласыздар. Және де оны осы керек емес бөлігін қиып сақтап, оған текстті, сызықты және де тіктірткішті пайдаланып қолдануға болады. Және де Shift Print Screen батырмасын пайдалану арқылы сіздер керек бөлігіңізді ғана сақтай аласыздар. Екінші бағдарлама ол Jooxi. Jooxi бұл скриншоттарды алуға және желідегі пайдаланушылар арасында суреттерді бөлісуге арналған ыңғайлы бағдарлама. Негізінде функциясынан басқа Jooxi пайдаланушының иелігінде суреттерге қолданбалар қосуға, сызықтар салуға, олардағы кез келген маңызды аймақтарды белгілеуге мүмкіндік беретін құралдар жиынтығын ұсынады. Сонымен қатар Jooxiде жасылған кескін аймағын бұлдырлау құралын пайдалануға болады. Jooxi мәзірі, параметрлер мен функциялар. Яғни Jooxiде біздің көрініп тұрғандай фрагмент, экран, история, настройки және де открыть, копировать деген мүмкіндіктер бар. Яғни өзіңіздің керек экран бөлігін фрагмент арқылы қиып алып, қажетті форматын сақтай аласыздар. Келесі, саймандар панелінде бізде карандаш, стрелка, размытие, затемнение, отправить, линия, текст, выделение, нумерация бөліктерін осы саймандар панелін қолданып, өзіңіздің керек бөлігіңізді скриншоттап сақтай аласыздар. Және де бұны өзгертуге болады. Текст қолданып, немесе карандаш арқылы өзіңіздің керек бөлігіңізге сөз жазып, және де стрелканы қолдансаңыз болады. Келесі үшінші бағдарлама бұл скриншоттер. Бұл жерде сіздер скриншоттан бөлек запись видео, яғни экранның бөліктерін запись видео жасай аласыздар. Бұл видео сабақтар қолдануға өте ыңғайлы. Керек кездеріңізде скриншотты қолданып, және де запись видео экраны жасайсыздар. Скриншот бағдарламасын жүктеу сілтемесі осы үш бағдарламаны жүктеуге болады. Осы сілтемесі. Сұрақтарыңыз бар ма? Иә, Альфия, саламатсыздар ма? Бір қиып көрсетесіз бе, жаңағы бірінші лайтшот бар ғой? Лайтшот. Қолданады, соны бір экраныңыздан өзіңіз көрсетіп жүрсіз. Міне, лайтшот басылды. Сіздерге көріне ме экранда? Презентация ғана көрініп тұр. Презентацияны міне қиып жатырмын мен, керек жерін бөлігін. Сіздерге көріне ме? Көрініп тұрған жоқ, бір өшіріп, бір қайтадан қосасыз ол. Қазір қосайын онда. Яғни мен дейтін пернетақтағы print screen деген батырманы басам, сол кезде маған лайтшот бағдарламасы ашылады. Енді көрінді ме сіздерге? Сілтемелер ғана шығып тұр. Жоқ, шетінде міне астында құрал саймандар шықты ғой. Құрал саймандар панелінде міне бірінші тұрған бізде қарандаш, яғни керек бөлігіңізді қарандашпен жазсаңыз болады, линия, жаңағы сызық, және де стрелка, керек бөлігімізді біз көрініп тұр ма сіздерге? Мен мысалы тік төртбұрышпен сызықты алдым. Және де бұл жерде астыңғы бөлігінде панельдерде загрузить бұл жаңағы облакаға сақтайсаңыз болады. Немесе осыны социальный сетке копировать етіп ссылканы ретінде жіберсеңіз болады. Және де бұны осы экран бөлігін печать, яғни принтерден автоматты түрде шығарып болады. Сақтайсыз, және форматын таңдағаны JPEG, PNG форматында сақталады. Көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрініп тұр. Осы саймандар панелі. Жақсы, рахмет, Альфия. Осындай бізде Jooxi және де скриншоттар бағдарламасын кешіріңіз, айта кетсем, негізі мына жерде демонстрациядан серый несі көрініп тұрған жоқ, кесіл. Мен өзім қолданымды лайтшотты. Ана кейбір кісілер көрмей тұрған шығар, сіздер print screen басқан кезде серый не болып көрініп тұрады, қай жерді кесіп жатқандарыңыз. Мына жерде ол мүмкіншілік кішкене көрінбей тұр.
иә, мүмкіндіктер көрінбей тұр демонстрация кезінде. Демонстрация Осы орнына ғой, сілтемесінің арқылы жазып алсаңыз, өзіңізде принтскрин жаңағы клавиатурадағы пернетақтаны басасыз, сосын сіздерде мүмкіндіктер ашылады. Менде мына демонстрация кезінде көрінбей тұр. Осы сілтемелер арқылы басып жазып аласыздар. Жазылу өте оңай. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет, Альфия Болатбекқызы. Келесі баяндамашы онлайн сабақ өткізгенде интерактивті интернет ресурстары мен техникаларды қолдану тақырыбымен Алматы мемлекеттік энергетика және электронды техникалар колледжінің директордың оқу өндірісі жөніндегі орынбасары Шарипов Тұрарбек Нұрлыбекович және арнайы пәндер оқытушы Төлеубекова Алияға беріледі. Даусыңыз естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Жалпы енді бүгінгі осы онлайн сабақ өтудегі интерактивті интернет ресурстар мен техникалардың ішінен біз арнайы Genially программасын, яғни интерактивті визуалды байланыс жүйесін таңдап алдық. Осы туралы бүгін айтатын боламыз сіздерге. Жалпы бұл Genially интерактивті визуалды байланыс жүйесі бұл әлемдік көшбасшы жүйелердің бірі болып табылады. Бұл жерде, бұл платформада интерактивті суреттер, викториналар, нұсқаулықтар, инфографика, кестелер, тесттар, ойындар, шолулар, бизнес, бейне презентациялар, түйіндемелер, сосын сонымен қатар сауалнамалар мен әлеуметтік медиа материалдарды жариялауға болады. Бұл онлайн платформаға кірудің екі жолы бар. Біріншісі тегін кіру, екіншісі премиум класс деп аталады. Яғни бұл жерде тегін кірген кезде біздер әртүрлі шектеулерге тап боламыз. Ал премиум классты пайдаланып кіретін болсақ, бұл жерде ешқандай шектеулер жоқ. Көп жаңағы айтып кеткен мүмкіндіктердің бәрін қолжетімді түрде пайдалана аламыз. Жалпы бұл Genially программасы негізінен ағылшын тілінде жүреді, бірақ біз орыс тілінде платформаны орыс тіліне аударып алып та қолдана беруімізге болады. Ал дәл қазір осы Genially программасын біз таныстырып жатырмыз. Бұны арнайы осы презентациямызды осы Genially программасында жасап көрсетудеміз. Енді осы Genially программасының артықшылықтарына келетін болсақ, бұл программа, яғни бұл жобаларды жылдам құру және оларды өз қалауы бойынша түрлендіру үшін 12 түрлі санаттағы 1100-ден астам шаблонды ұсынады бізге. Сонымен қатар жобаны нөлден бастап орындауға болады. Ал бұл құралдың жалпы ерекшелігі бір слайдта сабақ өткізуге бірнеше барлық қажетті мазмұнды ұйымдастырудың мүмкіншілігі бар. Біз әртүрлі кеңестер мен терізелерді ашып, басқа беттерге өтіп, солармен қатар қажетті ақпараттарды да осы жерлерде толықтыра аламыз. Genially'де жасалған жобаны интерактивтілік пен анимациялық эффекттер арқылы оңай жандандыруға болады. Интерактивті элементтердің сандарға, түсініктемелер қосуға, әртүрлі терезелерді ашуға, ресурс ішіндегі слайдтарды, сонымен қатар сыртқы сайттарға гиперсілтемелер жасауға мүмкіндік береді. Ал жобада біз оңай түрде, яғни шарлау жұмыстарын интерактивті көрсеткіштер арқылы жасай аламыз. Олар көрермендерді сіздің мазмұныңыз арқылы сызықтық түрде микросайт режимінде басқарады. Қызмет тегін фотосуреттер мұрағатын және өзіңіздің жеке фотосуреттеріңізді қосудың мүмкіндігін ұсынады. Сондай-ақ кез келген сыртқы платформадан әртүрлі мазмұнды жүйедегі мысалы бейне жазбаларды, аудио файлдарды, анимацияларды, Google карталарды, тағы да басқа платформаларды осы неге оңай түрде біріктіруге болады. Genially'де жасалған жобаны бөлісу, яғни поделиться ету тоже оңай болып табылады. Мысалы әлеуметтік кез келген әлеуметтік желілерде, веб-сайттарға, блогтарда, Google Classroom'да да ұсынуға болады, Microsoft Teams'да қосуға болады, және әртүрлі электронды пошталарға, WhatsApp мессенджерларға, Telegram арқылы да жіберуге болады. Жасалған жұмысты басып шығару үшін PDF немесе JPEG форматтарын пайдаланып жұмысты жүктеп алуға немесе офлайн күйде өткізе беруге болады.
Genially платформасының бұл жоба бойынша тәуелсіз жұмысты да топты да ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бірлесіп жұмыс істеу үшін жобаға әріптестің поштасын қосу арқылы содан кейін оның яғни сіздің есепті жазбаңызда жұмыстарыңыз пайда болады. Яғни екі адам бірлесіп отырып бірге жұмыс жасау мүмкіншілігі де қарастырылған. Бұл Genially жалпы онлайн платформасында мен өзім негізінен сабақтарымызда 3 түрлі интерактивті мазмұнды қолданамыз. Оның бірі осы интерактивті презентация, яғни бұл сіздерге дәл қазір осы интерактивті презентацияны көрсетіп отырмын. Одан кейінгісі келесі интерактивті плакаттар деп аталады. Міне бұл интерактивті плакаттарымыз. Одан үшіншісі дидактикалық ойындар мен викториналарды да осы өзіміздің сабақтарымызда қолданып жүрміз. Ал енді мен сіздерге арнайы осы интерактивті плакатты көрсете кетейін. Бұл интерактивті плакат пайдаланушының әрекеттерінде белсенді және әртүрлі жауап бере алатын ақпарат беру құралы болып табылады. Әртүрлі интерактивті элементтерді қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. Мысалы, сілтемелерді, ауыстыру кейін батырмалары, сондай-ақ плакаттарда әртүрлі баспа плакатына қарағанда әлде қайда көп оқу материалдары бар және әлде қайда көрнекі және тиімді түрде қамтамасыз етеді. PowerPoint көмегіменен біз интерактивті постер жасауға болады. Егер сыныпта интернетке қолжетімділік болмаса, бұл опция ыңғайлы. Ал желіге қолжетімділік болатын болса, онда біз желілік қызметті, соның үшін Genially'ді пайдалана отырып, материалды опциялық материалды үйде зерттеу үшін де ыңғайлы болып табылады. Қазір осы интерактивті плакатта жасалған бір сабағымызды сіздерге көрсете кетейік. Назар сала отырыңыздар. Мысалы, қазір осы интерактивті плакатта жасалған, жаңа айтып өткендей, бұл жерде бір сабақтағы бірнеше жүйелерді біріктіріп көрсетуге болады. Мысалы, біз өзіміздің сабағымыздың тақырыбында, мысалы, вакуумный включатель деп алдық. Бұл осы жерде вакуумный включатель туралы біздер анықтама бердік. Одан кейін олардың жұмыс принципі, яғни қалай қорғайды, арнайы энергетика саласы бойынша мамандар болса түсініп отырған шығар. Одан кейін оның құрылысы, міне мына жерде осылай көрсетеміз балаларға. Бұл жерде арнайы общий түрі, суретін көрсетіп жатырмыз. Одан кейін жеке алғандағы бір бөлігінің суреті, мына жерде бір бөлігінің құрылысы. Осыларды жеке-жеке әрқайсысын, яғни бір плакатта бәрін көрсетуге болады. Міне тіпті соңында вакуумный включательдерге арналған видеоны осы бір плакатта бәрін сызып қарастыру мүмкіншілігіне ие бұл программа. Тағы да осы жерде осы сияқты қылып бірнеше қажетті нәрселерімізді өзімізге осы сабақта айтуымыз керек деген нәрсенің бәрін осы бір плакатқа сыйғызып айтуға болады. Енді ары қарай жалпы біз балаларға сабақ беріп жүрген кезде кішкене дәстүрлі жүйеден көріп, дәстүрлі емес жүйеде сабақты өткізіп, қызығырақ, тартымдырақ қылып өткізгіміз келеді. Ол үшін әрине балалардың көңілін аулаудың бір тәсілі викториналар мен ойындар болып табылады. Бұл енді осы викториналық тапсырмаларда, мысалы, онлайн викториналар ұйымдастыруды, мысалы, мына жерде қазір қарасаңыздар, әртүрлі формалары бар. Қандай викторина ұйымдастыруымыз керек, жаңа да біраз әріптестеріміз айтқандай, бірнеше түрлерін осы жерде де, осы яғни Genially платформасында да келтірілген, қарастырылған бәрі. Ал енді бір осы мысал ретінде біреуін көрсетіп кетейік. Мына жерде ашылады. Яғни сөздерді байланыстырып деген. Сөздерді байланыстырып, қазір интернет кішкене сіздерге көрініп тұр ма? Жоқ, жасыл фон ғана көрініп тұр. Көрінді. Мына жерде әлі маған толық ашылмай жатыр. Мына шетінде карандаш бар. Осы карандашты пайдалану арқылы балалар мына жерде мысалы бір-бірімен сөздерді байланыстыра алады. Трансформатор, манипулятивке, турбогенератор, статорға байланысты осылай осы балалар өстіп көрсететін болады.
бұл сөздерді байланыстырып. Содан кейін соңында мына жерге жауаптар шығады. Мына жерден байқаған болсаңыздар, дұрыс жауаптары шығып тұрады. Балалар жауап беріп кеткеннен кейін дұрыс жауап шығады. Осыны соған қарап олар өзінің жауаптарын дұрыс дұрыс емесін білетін болады. Одан кейін енді екінші тағы бір не жасағанымыз ғасырын сурет деп атадым. Бұл жерде біздер мына қызыл, сіздерге көрінді ме экран? Көрініп тұр. Мына жерде қызыл мына тұрған төрт бұрышты ненің артына, қызылдың артына бір қандай да бір мамандыққа байланысты бір суретті, яғни тақырыпқа байланысты алсақ та болады, сол жерде бір суретті жасырдық. Ал ол сурет не суреттің, қандай сурет жасырылғанын балалар табу үшін мына жердегі сұрақтарға жауап беру керек. Сұрақтарға жауап беру керек. Сол енді қазір жауап беріп көрейік. Сол кезде біздің мына картинкаларымыз беті ашыла бастайды. Ал егер дұрыс жауап берсе осылай ашады, ал егер қандай да бір қате жауап болатын болса, онда X шығады. Осындай етіп X шығады. Бұл тоже не істейді, бұны балалар дұрыс жауабын іздеп қайтадан оқуына мүмкіндік болады. Өстіп қазір дұрыс жауап беріп өтейік, содан кейін артынан суретті көрсетеді. Біз оны ол кезде негізінен бұнымен балаларға өзіне тапсырмаға орындатуға береміз. Яғни ол кезде балалар тапсырманы орындап, осылай өздері сұрақтарға жауап береді, және осы сұрақтарды өздерінің дәптерлеріне жазып алады. Содан кейін шыққан осындай соңында шыққан суретті фотоға түсіріп, жаңағы біздерге, мұғалімдерге, яғни жіберіп отырады. Қандай сурет тапқанын. Осындай бұл неде Genially программасы платформасында осындай мүмкіншіліктер қарастырылған. Осы мүмкіндікті сіздерге де платформаны пайдалану сіздерге де ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Біздің баяндамамыз осымен аяқталды. Рахмет, құрметті әріптестер. Рахмет, өте керемет актуалды тақырыптармен ой бөлісіп жатырсыздар. Осында отырған қатысушыларға, жалпы спикерлерге ұнап жатыр деген ойдамын. Қазір сұрақ-жауаптар, талқылайтын мәселелер болады. Сол жерде сұрақтарыңызды қойсаңыздар өте дұрыс болады. Енді келесі баяндамашы жаңа техникалық ақауларға байланысты бізге байланысқа шыға алмай қалған Жасұлан Жасболатұлына беріледі. Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Амежанов Жасұлан Жасболатұлы. Регламент 7-10 минут. Так, жаңа техникалық ақаулықтар болды, кешірім сұраймын. Қайтадан қайталап өтсем, жалпы сіздерге презентация көрініп тұр ма, естіліп тұр ма? Көрініп тұр. Көрініп тұр. Жақсы, рахмет. Веб-квест дегеніміз ол бұл интернет ресурстарын қолданып проблемалық тапсырманы орындауды айтамыз. Бірінші анықтамасы, екінші анықтама ол кез келген тақырып бойынша оқушылардың жобалық белсенділігін ұйымдастырудың сценарийі болып табылады. Жалпылама Сан-Диего университетінің профессоры Берни Додждың анықтауы бойынша веб-квесттің келесідей түрлері бар екен. Ол мазмұндау, жоспарлау және жобалау, өзін-өзі тану, компиляция, шығармашылық тапсырма, аналитикалық тапсырма, детектив, бас қатырғыш, журналистік тергеу, ғылыми зерттеу және де бөлмеден шығу ойыны. Яғни бүгін біз сіздермен көретініміз, сіздерге көрсететінім ол осы бөлмеден шығу ойынын қалай құрастыруға болады және де оның қандай артықшылықтары бар, сол туралы айтып өтеміз. Жалпы осы ойынды құрастыру үшін біз learnis.ru деген сайтты қолданамыз. Бірден сол мысалға көшейік. Яғни ол үшін сізде осы сайтқа тіркелуіңіз керек. Тіркелу үшін қатты көп ақпарат керек жоқ. Және де тіркелгеннен кейін байқасаңыз, мында бізде премиум деген қандай да бір белгіше тұрады. Бұл белгіше, яғни осы сайтты ақылы түрде де қолдануға болады дегенді көрсетеді. Жалпы ақылы түрде қолданатын болсаңыз, әрине мүмкіндіктері көбейеді, бірақ дегенмен сол қазіргі бар деңгейінің өзі негізі жеткілікті. Нақты ойындарға келетін болсақ, жаңа квестті құру үшін біз осы батырман басамыз, яғни создать игру. Және де осы арада бізде бөлмеден шығу квесттерінің көптеген түрлері беріледі. Мұнда біз неге мән беруіміз керек?
ол бірінші тапсырма саны, яғни әр бөлмеден шығуда өзінің тапсырма саны болуы мүмкін, 3, 5, 6 деген секілді, немесе 4. Сонымен қатар дыбыстық тапсырма болуы мүмкін ол. Және де мына дөңгелек түрінде бізде жасыл, сары және қызыл түрде болады. Яғни бұл бізде осы тапсырмалардың оңайлық, қиындық деңгейі, яғни күрделілік деңгейі. Егер студенттеріңіз енді бастап қолданатын болса, бұл квестерді меніңше осы жасылдан бастаған дұрыс деп ойлаймын. Енді бірден осыны құрып кету үшін біз создать батырмасын басайық. Мысалға мен зеленая комната, яғни жасыл бөлме деген квестті таңдадым. Бұл жерде біз әрине квесттің атын енгіземіз. Мысалға менің дайындаған тапсырмалардың барлығы Excel программасында негізделген. Сондықтан MS Excel бағдарламасы деп жазам. Және де қарасаңыздар, бізде загрузка заданий деген бөлік бар. Бұнда біз өзімізде жаңағы әрбір тапсырманың берілуін жүктейміз. Байқасаңыздар, бұл жерде бізде тапсырманың барлығы сурет түрінде жүктеледі. Яғни мәтін енгізу немесе басқа мүмкіндік жоқ, тек қана біз сурет түрінде енгізуіміз керек. Ол үшін мен алдын ала әрине тапсырма дайындап алдым, міне тапсырмалар. Яғни олар менде кәдімгі презентация жасалды, презентацияда, және де оны мен JPEG форматында сақтадым. Міне мысалға бірінші тапсырма, екінші тапсырма, үшінші тапсырма, және де құттықтаймыз, сіз жеңдіңіз деген, яғни бұл құттықтау сөздері. Бұл жерге сіз өзіңіз қалаған нәрсені қоя аласыз. Енді бірінші суретті жүктейік. Яғни ол слайд 1. Одан екінші слайд 2-ні жүктейік. Тапсырма. Және де үшінші тапсырманы жүктейміз. Және де соңында айтқан, мысалға сіз дыбыстық қандай да бір құттықтау қалдырыңызға болады, немесе мен дайындаған секілді суретпен, мысалы құттықтаймыз, сіз жеңдіңіз, немесе тағы да басқа да сыйлық болатын болса, немесе бағалатын болса, соны қойыңызға болады. Содан кейін бізде енді ойынымыздың мақсаты бөлмеден шығу болғандықтан, бөлмеден шығудың кілттік сөзін жазуымыз керек. Яғни оның барлығы осы тапсырмаларға сәйкес құрылады. Яғни бірінші тапсырма, екінші, үшінші тапсырмаға сәйкес. Мен әрине бұның жауабын біліп тұрмын, сондықтан бірден жазып өтемін де, ойынды ойнау барысында сіздерге түсіндіріп өтемін, неге олай жазғанымды. Яғни есіктен шығу үшін осы кодты енгізуіміз керек. Тағы бір бұл ойынның ерекшелігі, сіздер бір емес бірнеше нұсқа енгізулеріңізге болады. Ол не үшін? Яғни егер балалар қайта-қайта осы ойынды ойнайтын болса, тек бір-ақ тапсырма емес, бірнеше түрлі тапсырма енгізу мүмкін. Сондықтан тағы да басқа варианттар енгізуге болады. Яғни қанша вариант керек болады, яғни нұсқа, соны енгізе аласыз. Бұнда ақпараттың барлығы автоматты түрде сақталады, сондықтан ешқандай сақтау немесе жазу деген секілді батырманы басудың қажеттілігі жоқ ешқандай. Келесі қадам ол бізде получение доступы, яғни біз өзіміз жаңағы ойынға деген тура сілтемені ала аламыз. Және де тағы бір бұндағы жақсы артықшылығы ол біз оқушының аты жөнін сұрата аламыз. Яғни бұл деген сөз тек қана сабақ барысында, сабақ процесінде ғана емес, сонымен қатар студенттерге үйге тапсырма ретінде бұл ойынды беруге болады деген сөз. Яғни әр бала өзі үйде отырып өте алады. Ол үшін біз запрашивать имена участников дегенге галочка қойсақ жеткілікті. Енді осы сілтемені басайық, және де ойнап көрейік, яғни студент ретінде. Бұл ойынның қандай артықшылығы бар? Қазір айтарым, бірінші аты жөнімізді енгізейік. Мысалға мен өз аты жөнімді енгізейін. Мижанов, Расулан. Группаның атын енгізуге болады. Мысалы біздің жағдайымызда колледжде. Мысалы бізде 18-1. Ойынды бастаймыз. Енді бұндағы артықшылық, бұнда бала тек қана сабаққа қатысты мәселені шешпейді, ол ойын ойнайды. Және де сол ойын ойнау барысында өзінің сабағын қалай жаңағы білімін тексерткенін байқамай да қалады негізі. Яғни бұл ойыннан шығу үшін біз әртүрлі мысалға элементтерді баса аламыз. Мысалға терезені, яғни айнаны басатын болсақ, бұл айнада бірдеңке бар сияқты дейді. Енді бала ойлану керек.
бұл айнадағы нәрсені қалай көруге болады? Әрине оны буландыру арқылы көруге болады. Ол үшін біз жаңағы біздің шәйнегімізге суды құямыз да, оны қосатын болсақ, ол буланады. Және де терезеде жаңағы айнамыздағы тапсырмамыз пайда болады. Яғни бұл бірінші тапсырма, яғни екінші тапсырма. Осының жауабы мысалға бізде среднее значение, яғни орташа мәнді табатын функция бұл Excel-дегі. Яғни соны біледі, яғни екінші кодымыз бізде сол болатын біледі. Телевизорды қосуымызға болады. Бұнда үшінші тапсырма берілген мысалға. Бұнда айтады сұрақ, суретте көрсетілген диаграмма қалай аталады дейді. Бұның жауабы гистограмма, сәйкесінше бізде жаңағы кілттік сөзіміздің соңғысы ол 2 болып есептеледі. Және де біріншіні іздейтін болсақ, ол бізде мысалы мына кітапшаларда жасырылған. Яғни бұнда осындай берілетін мысалы С1 ұяшығында келесі формула жазылған, С1-де қандай мән шығады дейді. Бұл жерде бізде 29 деген мән шығады, яғни кілттік сөздің басы бізде 29-ға тең. Енді біз кілтті басамыз, яғни есікті басамыз. Және де осы айтылған біздің кілттік сөздің құрамдас бөліктерін жазып шығамыз, яғни 29 бірінші тапсырманың жауабы, среднее значение бұл яғни екінші тапсырманың жауабы, және 2 деген ол үшінші тапсырманың жауабы, және егер енгізетін болсақ, мысалға енгізуге істей деп бізге құттықтаймыз, сіз жеңдіңіз деген хабарлама шығады. Әрине бағаны да жазып қоюға болады деп айттым, Енді осы құрылған тапсырманы біз профилімізге барып, қайтадан көре аламыз. Яғни қайтадан көре аламыз деген сөз, біз оған қандай да бір өзгерістер енгізуімізге болады. Немесе редактировать арқылы, немесе оны жоюымызға болады. Немесе мына жерде бізде кесте тұр, яғни осы арада біз кімнің қандай, яғни өтті ма, өтпеді ма, соны көре аламыз. Яғни кішкене күтсек, міне, яғни Амежанов Жасұлан осындай уақытта, осындай балл алды, осындай уақыт өткізді дейді осы программада. Яғни сіз осы арқылы да үй жұмысын беріп, бағаланы бағалауыңызға мүмкіндік бар. Жалпы айтайын дегенім осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қоя жатарсыздар. Рахмет, Жасұлан Жасболатұлы, өте керемет баяндамамен шықтыңыз. Рахмет біздің осындағы қатысушыларға, спикерлерге, жалпы құнды ақпарат деп ойлаймын. Болашақта осы бағдарламаны қолданады деген ойдамын. Енді келесі баяндамашыға сөз берсем, келесі баяндамашы Padlet платформасының мүмкіндіктері тақырыбымен Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Бақытбекова Жансая Бақытбекқызы шығады. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Менің аты жөнім Жансая Бақытбекқызы. Менің презентациям сіздерге көрініп тұр ма? Жоқ, көрініп тұрған жоқ. Көрініп тұрған жоқ. Демонстрацияны, Назерке, демонстрацияны өшіресіз бе? Қазір көрініп тұр ма сіздерге? Ашылды. Тағы да қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Бүгін мен сіздерге көрсететін платформа Padlet платформасының мүмкіндіктері. Так. Яғни Padlet платформасы бұл жаңағы сіздер көрсетіп жатқан сияқты платформаға ұқсайды. Және де өзіңіз сабағыңызды креативті түрде өткізгіңіз келсе, осы платформаны да қолдансаңыздар болады. Бұл да тегін сервис бізде. Және де сервис орыс тілінде де, қазақ тілінде де жасауға болады. Ол үшін сіздерде Google аккаунттарыңыз болу керек, немесе Facebook'те тіркелулеріңіз керек. Яғни Padlet'ті білім беру мақсатында қалай пайдалануға болады? Яғни өткен сабақты қайталау үшін, ата-аналармен жиналыс өткізген кезде сұрақтарыңыз болса, идеяларыңыз болса, алдын ала жасап, ата-аналармен кері байланыс жасасаңыздар болады. Немесе жаңағы әртүрлі тапсырмалар беру үшін, қызықты тапсырмалар, жылдың басында танысу үшін арнайы Padlet'те шат ашсаңыздар болады. Немесе жаңағы электронды портфолио жасасаңыздар болады. Яғни көптеген мүмкіндіктер бар. Қазір соны іс жүзінде сіздерге көрсетейін.
ең алдымен қалай кіру керек? Google немесе басқа браузерлерді қолдансаңыздар болады. Бұл жерде орысша Padlet деп жазсаңыз болады, ағылшынша Padlet деп жазсаңыз болады. Барлығында да сізге керек мәлімет шығады. Орысша жазып тұрмын, ағылшынша жазсаңыз да осындай мәлімет шығады. Кіресіздер. Яғни мен уже Padletке тіркелгенмін. Ал сіздер регистрация жасағыларыңыз келсе, онда онда Padletке кіріп, жаңағы мен айтқандай Google аккаунт арқылы кірсеңіздер болады. Яғни бастапқы беті Padlet'тің осындай, жаңа бүкіл информациялар, ақпараттар жазылып тұрады. Барлығын оқып шығып, одан кейін войти немесе регистрация кнопкасын бассаңыз болады. Яғни басқан кезде сізден жаңағы 3 аккаунтты сұрайды. Сізде бар. Мен регистрацияны Google аккаунтпен жасадым. Өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы кіресіздер, сосын парольді теріп, ары қарай жаңағы менің бастапқы көрсеткен Padlet шығады осындай. Енді осы мен Padlet'тің қандай мүмкіндіктерін қолдандым. Ол үшін создать доску плюс батырмасын басасыздар. Сол кезде сіздерге әртүрлі шаблондар шығады. Көріп тұрғаныңыздай тегін 8 шаблон тұр. Осы шаблон арқылы сіздер студенттермен кері байланыс жасасаңыздар болады. Мен жасаған мысалдарымды көрсетейін. Бірінші электронды портфолио жасадым. Не көріп тұрғандарыңыздай бүкіл өзіңіз қалаған мәліметтерді салуға болады. Ссылка салуға болады, фото салуға болады, видео салуға болады. Яғни өзіңізге керекті нәрселердің барлығын салуға болады. Екінші мүмкіндік. Бұл бізде создать доску басқан кезде лента арқылы жасадым, электронды портфолионы. Енді екінші стен арқылы мен ғылыми жұмыстар мен мақалаларды салдым. Яғни бұл жерде Padlet платформасы бүкіл Microsoft Word'тың, Microsoft Office'тің бүкіл құжаттарын қабылдайды. PDF, Word, Excel барлығын қабылдайды. Ссылка түрінде салсаңыздар да болады, не осылай. Екінші, создать доскадағы беседа. Мысалға мен қазір мына жерге создать етіп қойдым. Бүгінгі вебинар ұнады ма деп. Қазір осы ссылканы сіздермен поделиться етем. Яғни мына жерде поделиться батырмасын басқан кезде изменить настройканы басып, өзіңізге керекті доступты таңдасаңыз болады. Открытая или скрытая қылып жасасаңыз болады. Яғни мен скрытая доска қылып жасаймын, и кімге ссылка жіберем, солар оны аша алады. Қазір Zoom-ның чатына жіберем. Кіріп, өздеріңіздің эмоцияларыңызды, мненияларыңызды қалдырсаңыздар болады. Тағы да Padlet'тің көптеген мүмкіндіктері бар. Яғни бұл жерде мысалға настройкасында өзіңізге керекті фонды создать етсеңіз болады, қойсаңыз болады, шрифттарды өзіңізге керекті қылып өзгертсеңіздер болады. Және де өздерінің Padlet платформасы берген фондары бар, немесе өзіңіз жасаған фонды қойсаңыз болады. Қазір ссылка арқылы кіріп, өздеріңіздің ойларыңызды қалдырсаңыздар. Қараңыздар, мына жерде сіздерге жіберіп тұрмын ссылканы. Сіздер тіркелмегендіктен анонимный болып тұрсыздар. Егер тіркелсеңіздер,
онда сіздің аты жөніңіз шығып тұрады. Яғни бұл жаңағы беседаны жылдың басында группаңызбен танысқан кезде жасасаңыз болады. Бүкіл информация осындай туралы жазыңыздар, фамилияларыңыз жазыңыздар, телефондарыңыз жазыңыздар деп, яғни бүкіл информацияны алсаңыздар болады. Географияда картаны қолдануға болады. Картаны ашқан кезде осы бүкіл карта ашылады. Сол елді таңдау арқылы сол сұрақтарды қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жансая. Бұны және оқытатын ютубта нелері бар ма екен? Қарап. Я біздің политехтің ютубына салынады осы туралы видеоматериал, көрсеңіздер болады. Рахмет. Онда сұрақтарыңыз жоқ болса, осы картаны плюс басып, мысалға Алматы керек болса, Алматыны таңдап, мысалға географиядан қолданатын болсаңыздар, мына жерге сұрақтарыңыз қойып, мыңжылдығына шығарма жазыңыз деген сияқты сұрақтарыңыз жазып, балаларға ссылкасын жіберсеңіздер болады. Рахмет, Жансая Бақытбекқызы. Әріптестер, барлық баяндамашылардың материалдарымен таныс болдық. Өте керемет. Бұл бағдарламалар осында отырған әріптестерімізге жаңа технологияларда пайдалануға көп мүмкіншілігі бар. Тағы да бірнеше интерактивтік платформаларды өз сабақтарыңызға қолдануға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Енді қазір алдарыңызға QR-код беріледі. Сол QR-код бойынша өздеріңіз сертификаттарыңызды жүктеп алуға болады. Осындағы қатысушы сертификаты беріледі. 2-3 минут уақыт қосылып тұрады сертификат. Барлығыңыз QR-кодтарыңызбен осыны жүктеп алыңыздар. Сертификат электронды түрде. Сізге көрініп тұр ғой? Көрініп тұр. QR-кодты қосып қойдым, көрініп тұр ма барлықтарыңызға? Көрініп тұр. YouTube желісіндегі көрермендер, сіздер де QR-кодты осы жерден жүктей аласыздар, сертификаттарыңызды. Камерамыз істемесе қайтеміз QR-кодтен. QR-код камерам істемей отыр соткамнан. Менде де QR жоқ, соны қалай істесек болады екен? Жалпы QR-кодтарыңыз жоқ болса, егерде сіздерде осындай жаңағыдай қиыншылықтар болып жатса, менің немесе осындағы модератор Назеркенің почтасына немесе WhatsApp-ына жазсаңыздар болады, біз сіздерге сертификатты жібереміз электронды түрде. Бірақ мүмкіндіктеріңіз болса, осы QR-код арқылы алып алсаңыздар болады. Сайтта біздің электронный почтамыз бен номеріміз көрсетілген. Сол сайттың астың жағына көрсеңіздер болды. Енді бүгінгі ұсынған бағдарламалар бойынша, вебинар сұрақтары бойынша сұрақтар немесе пікірлер болса, ашық сұрақтар алаңында талқыласақ болады. Сұрақтарыңызбен, ұсыныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар, құрметті әріптестер. Баяндамашыға немесе қатысушыларға, осында отырған ұйымдастырушыларға сұрақ болса, жазбаша түрде немесе Zoom платформасының арнайы чатында қоюға болады. Құрметті әріптестер, барлықтарыңыз видеоларыңызды қоссаңыздар, біз бір скриншот жасап алсақ. Қазір алдарыңызда опрос жүріп жатыр. Осы опрос бойынша жауап берулеріңізді сұраймын. QR-код жұмыс істейді ме? Кіріп алғандар бар ма? Бар. Жасайды. Ғалия, алдым мен. Жасайды, мен де алдым. Рахмет. Барлықтарыңыз алып алыңыздар. QR скачать ету керек бол үшін қалай істедіңіздер? Соткаңда QR деген бағдарламалар бар. Арнайы Android болса өздеріңіздің жаңағы Play Market'тен немесе App Store'дан скачать етіп алсаңыздар болады. QR деген арнайы бағдарлама бар. Скачать ету керек. Егер iPhone болса, фотоаппаратпен бірден аша берсеңіздер болады, ешқандай приложение керек емес. Сол iPhone менде шықпай жатыр, что-то соған жұмыс істемей жоқ. Жалпы iPhone-да бар еді ғой сканер деген. Опростың қосымша жаңағы опростың қорытындысын айта кетсем, сізге ақпараттар қызықты болды ма деген сұрақ бойынша 100% деп алған кезде 42% иә деді.
сіз болашақта осы технологияларды қолданасыз ба деген сұраққа 42% иә деп жауап берді. Рахмет. Енді барлықтарыңыз өздеріңізге сертификаттарыңызды жүктеп алсаңыздар, мен жабамын QR кодты. Барлықтарыңыз видеоларыңызды қосып қойсаңыздар. Барлықтарыңыз жүктеп алдыңыздар деп ойлаймын. Біздің контакт номерлеріміз сайтта көрсетілген, сол жерден бізге WhatsApp-қа тікелей жазсаңыздар болады. QR кодпен ала алмаған оқытушылар біз сіздерге жібереміз. Сұрақтарыңыз бар ма? Бізге немесе осында отырған спикерлерге? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Ең алдымен Аманова Гүлнар апайымызға рахмет айтқым келіп тұр. Осы вебинардың ссылкасымен бөлісіп, осы вебинарға қатысуға мүмкіншілік берген үшін, және де спикерлерге үлкен рахмет айтқым келеді. Неліктен? Өйткені біз қандай да бір жаңа платформаларды қолдануға өте былайша айтқанда қорқыныш пайда болады. Кейбір кездерде біз қазір данный момент өзім жайлы айтатын болсақ, Quizlet, Learning Apps, Kahoot деген сияқты программаларда айналшықтап, сонымен тоқтап қалған едік. Ал мына осы вебинардың арқасында көптеген жаңа платформаларды көріп өттік. Спикерлерге үлкен рахмет айтқым келеді. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет, Дастан, сізге. Бұл Дастан әріптесім, Малайзияда бірге тәжірибе алмасқан түркістандық әріптесім. Басқа сұрақтар бар ма? Сұрағыңыз, ұсыныс. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Бүгінгі таңдағы өте өзекті, маңызды технологиялар көрсетіліп, яғни біздің оқытушылар жалпы осы бүгін көрсеткен технологияларды өзінің сабақтарында, оқу процестерінде пайдаланады деген үміттемін. Әрине, араларыңызда мүмкін бүгінгі таңда қолданып та жүрген шығар, бірақ та дегенмен де бүгінгі ақпарат тағы да толықтырған шығар өздерінің білімдерін. Және де бір ұсыныс ұйымдастырушыларға, бізде енді әртүрлі саладағы оқытушылар, сол себептен де егер де осы бүгінгі тақырыптарға сәйкес бейне жазба түріндегі бір инструкция, нұсқаулық болса, болмаса мүмкін жаңағыдай бір жинақ материалдар құрастырсаңыздар, жалпы біздің оқытушылар кейінде, бүгінгі семинардан кейінде пайдаланып және үлкен көмегін тигізеді деген ойдамын. Жалпы осындай семинарлардан кейін сіздерден қалған бір оқытушылар пайдаланады деген материалдар болғаны дұрыс шығар. Және бүгінгі осы семинар қалып қоймасын, ары қарай да өзінің жалғасын таба берсе. Жақсы, рахмет үлкен сіздерге, барлық спикерлерге алғысымызды білдіреміз, және де сіздерге сәттілік, ары қарай да осындай семинарлар көп бола берсін. Рахмет, Маржан Сабыровна, сізге сіздің айтқан ұсынысыңызды қабылдаймыз. Кафедра болып, осында отырған ұйымдастырушылар болып, бір қолға аламыз деп ойлаймын. Ендеше баяндамашыларға, қатысушы әріптестерімізге үлкен алғысымызды білдіре отырып, бүгінгі қалалық жаңағы республикалық үлкен конференциямызды аяқтаймыз. Сіз бен біз жаңа технологиялардың мүмкіндіктерін қолдана отырып, қашықтан оқыту жүйесінде болашақ ұрпаққа сапалы білім беруге бірге атсалысайық. Назарларыңызға рахмет. Кешіріңіз, QR-ды тағы бір минутқа шығарасыздар ма? QR-ды. Қайтадан шығарсаңыз. Көрініп тұр ғой, барлықтарыңызға? Көрінді. YouTube-тағы көрермендер сіздерге де
Рахмет барлықтарыңызға, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар, назар аударғандарыңызға. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.